30 жыл бойы халықты мусормен кәдімгідей ауыздарына қоқыс салып келдік та. Әншілер, бишілер, сол сахнаның айналасындағы сайқымазақтардың өмірін көрсетумен айналысып келдік 30 жыл бойы. Икелеміз да, сендер неге басқа нәрсе сұрамайсыңдар, неге көрмейсіңдер деп оларға ұрсамыз. И Серік Абашах өзі бір постында жазды, естеріңде ме, ана ұят болмасын, әйелдер, сосын соларда, соның барлығының продюсері Серік Абашах болды да, и ол кісі айтатын, осы әншілерді тым көп рөл беріп қойдым, тым көп маңыз беріп қойдым. Мен бірақ олардан отдача болады деп ойладым. Олар халыққа бір дұрыс жол көрсетті, бірақ олардың барлығы өз аттарын жасап алғаннан кейін бізді лақтырды дегендей. И мен ойлайтынмын, болды нелерде, мысалы бағдарламаларда көрсетсек, шай ғана кітаптың шетін көрсетсек, сериалдарда көрсетсек, халық ізденеді, оқи бастайды деп. Но өкінішке қарай ол бізге басқаша әсер етті да. И қазір халық сол кеше Айгүл Орынбек айтпақшы, әншінің қолтығындағы түгіне дейін әңгімелейтін жағдайға жеттік.